Қайырлы күн достар, бүгін мен сіздермен өте дәмді хит болған трайфлдың рецептісімен бөлісемін. Бізге керегі ең алдымен жұмыртқамыз бен қантымызды біркелкі болғанға шейін миксерлеп аламыз. Миксерлеп болғаннан кейін суымызды және де сұйық майымызды қосып, тағы да біркелкі маса болғанға шейін миксерлейміз. Содан соң ұнымызды, какао және қопсытқышымызды електен өткіземіз. Електен өткізіп болған соң барлық массамызды біркелкі болғанша араластырамыз. Біздің трайфлға арналған бисквитіміздің тестасы дайын. Тестамыз өте қою, өте сұйық болмау қажет. Тестамызды формаға салып, 180 градуста 20-25 минут пісіреміз. Енді біз сіздермен кремін дайындаймыз. Творожный сырға сахарная пудра қосып, біркелкі болғанша араластырып аламыз. Содан соң сливкімізді қосып, біркелкі болғанша араластырамыз. Біздің креміміздің массасы өте қою, немесе өте сұйық болмау керек. Өзінің формасын ұстайтын крем болу қажет. Енді біз ганаш дайындаймыз. Шоколадымызға сливкімізді құйып, микроволновкада ерітеміз. Бисквитімізді форманың көлеміне сәйкес кесіп, формамызға саламыз. Кремімізді жағып, бетін тегістейміз. Трайфлымызға шоколадты ганашымызды құямыз. Біздің трайфлдарымыз дайын, өте дәмді болып шығады. Безендірулеріңіз өздеріңіздің қалауларынша. Мен осылай безендіріп шықтым. Сіздермен болған Ертай Варужан. Трайфлдарымыз өте дәмді болып шықты. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Каналыма тіркеліп, ұнаса лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.